жақсы ма? Көңіл күйің жақсы ма? Күнің қалай өтті? Менде барлығы жақсы, рахмет. Білесің бе, бүгін мен саған өзімнің помадаларымды көрсеткім келеді. Өйткені мен помаданы өте қатты жақсы көремін. Менде өте көп помада бар. Бірақ өкінішке орай, мен ол помадаларды біразын сыйлап жібердім, біразын тастап жібердім. Дегенмен де менде әлде де өте көп. Бүгін сенімен таныстырамын, жарай ма? Сен өзің помада жаққан жақсы көресің ба? Қызық сұрақ қойдым ба? Барлық қыздар жақсы көреді ғой, иә. Бірақ дегенмен де көп адам 1-2 помада ғана қолдануы мүмкін. Ал мен помаданы любителімін. Жарайды. Саған бірнеше помадамды көрсетсем жарай ма? Мұнда өте көп помадалар. Тіпті қолыма сыймай жатыр. Қараш, өте көп помада. Әрқайсысын таныстырып өтемін саған қазір. Мұнда тағы басқасы тұр. Қолыма сыймай жатыр. Міне қара, қанша помада бар менде. Бірақ мен боянуды білмеймін. Сонда да помада ала беремін. Қазір барлығын таныстырамын. Ең бірінші помада. Көріп тұрсың ба? Бұны мен Avon'нан алғанмын. Матовый помада. Түсі өте әдемі. Мен өзім осындай қанық түстер жаққан жақсы көремін. Міне осы мен помадам. Бұны алғаныма 1-2 жыл болды ау деймін. Енді кішкене қолданып бұл помаданың сроғы бітеді. Өте әдемі тұрады. Мен бұны тойларға көбінесе пайдаланамын. Келесі. Көріп тұрсың ба? Келесі алоэ вераның. Алоэ вера емес, алоэ вырығы екен. Шатасып кетіппін, кешір. Бальзам. Өте күшті бальзам бұл. Теріңге өте күшті. Мүмкін қолданған шығарсың. Жақсы увлажнять етеді. Күшті. Ары қарай жалғастырайын. Келесі. Бұл менде мынандай помада. Бұл помаданы
соңғы шыққан трендте жүрген блеск помада. Мен бұны инстаграмнан бір блогердан көріп заказ бердім. Бұның номері 170 нектар панч деп аталады. Бұл ашылғаннан кейін 2 жылға дейін жарайды екен. Және Ұлыбританияда шығарылған. Қазір түсін ашып көрсетейін. Мен блескті көп жақпаймын, бірақ қазір білесің, блеск трендте ғой. Көріп тұрсың ба? Өте әдемі, жылтыр, ерінде өте күшті тұрады. Жарайды, жалғастырайын. Одан кейінгі помада. Бұл менің ескі помадам. Мүмкін түрінен танып тұрған шығарсыздар. Бұл Фэберликтің помадасы. Фэберликтің заттарын жақсы көремін мен қолданғанды. Өте әдемі помада, түсі де. Бірақ мен бұларды көп алмастырып жаққаннан кейін менде олар тез бітпейді. Солай. Бұл 44017 деген номері. Жарайды, сенің көп уақытыңды алмайын, жалғастырайын. Одан кейінгі помада. Бұның атауы өшіп кетіпті. Мен бұны базардан алғанмын. Номері 14. Арзан помада. Бұл где-то 800 теңге ма сондай тұрады. Тура осы помаданың екіншісі де бар менде. Бұл 22 номер. Қазір менің ернімдегі осы. Помада. Жақсы, өте жақсы. Түстері де әдемі. Мен помадаларды араластырып жаққанды жақсы көрем. Міне көріп тұрсың ғой, я. Помадаларды араластырып жағам. Бір жаққан кезде бірнеше помада жағам, және ұзақ тұрады ернімде, кетпейді. Менен барлығы сұрайды. Сенің ерніңде помада неге кетпейді деп. Оның құпиясы осы. Кетпейтіндей бірнеше түрін жағамын. Және ары қарай жалғастырайын. Менде мынандай Miss Dice деген карандаш бар. Өте әдемі. Бұның номері де өшіп кетіпті. Бар екен, 784 екен. Маған қатты ұнады осы карандаш. Мен негізі карандаш көп жақпаймын. Бірақ бұл карандаш маған ұнады. Ерінге әдемі бір форма бергенге өте жақсы. Miss Dice 784. Және менің тура осындай, міне. Көріп тұрғаныңдай, кішкентай ғана қалды. Міне, көріп тұрсың, кішкентай ғана қалған. 102 номер. Бұл менде Vivienne Savoның карандашы. Өте әдемі. Міне, басына мынандай ручканы салып қойғанмын. Косметикаларға жағылмасын деп. Ұнап жатыр ма саған помадаларым? Жарайды, ары қарай жалғастырайын. Және ең бір қызық нәрсе айтайын саған. Менің ең
помада жасайды. Өте күшті. Бағасы 15-20 мың тұрады. Қазір мен саған түсін көрсетемін. Бұл менің сүйікті түсім. Walk of No Shame деп аталады. Номер жоқ екен. Міне түс. Бұл менің ең сүйікті түсім. Шарлотт Тилбери деген оригинал. Өте күшті помада. Мен бұл помаданы сатып алатын кезде көп ойланған жоқпын, себебі маған түсі ұнады. Көп помадалардың түсі менің ерніме жаққан кезде басқаша эффект береді. Бұл маған өте қатты ұнады. Сол себепті мен бұны 2 рет алып отырмын. Бұны менің алдыңғы алғаным. Яғни бұрын алдым. Бұны қазір ашып көрсетемін. Міне ішінде қалған жоқ, кішкене ғана бар. Сол себепті мен жаңасын алдым. Сен де алып көрсең болады. Интернеттен заказ берсең, Казбиден заказ берсең болады. Болмаса кез келген косметикалық дүкендерден табуға болады. Түсі әдемі, иә. Маған өзіме қатты ұнайды. Сонымен менің помадаларым міне өте көп. Алақаныма сыймай тұр. Барлығын пайдаланамын, ешқайсысын ренжітпеймін. Тағы да басқа Шанельдің помадасын алып көргім келіп жүр. Ал сен қандай помада жағасың? Помада жағасың ба, жоқ әлде карандаш жағасың ба, әлде бальзам, блеск ба? Қазір тинт дегенді жағады қыздар. Мен негізі бетіме туш, тен жақпасам да міндетті түрде помада жағамын. Өйткені менің түрім помада жақпасам, ауыр адамның түрі сияқты болып қалады. Сол үшін помада жағамын. Қазіргі помадам ұнап отыр ма? Саған ұнап отыр деп ойлаймын. Бүгінге осы.